1950 жылдардың аяғы, 1960 жылдардың басында шәмші әндері енді шыға бастаған тұста, оның шығармашылығына музыкатанушылар мен композиторлар көп сын айтып мін таққан. Тіпті оның музыкасы композиция принциптерін бұзған талғамсыз дүние дегендер де табылды. Бір жағынан Қалдаяқов пен оның әріптесін кәсіби емес, музыкасы және сауатсыздығы үшін көп сынап, музыкалық білімі толық емес әуесқой дегенді тұспалайтын. 1963 жылы Қазақ КСР радио және телевизия комитетінің кезекті отырысында қазақстандық ірі композитор Құдыс Қожамияров әлдебір жас композитор Қалдаяқов деген біреу жазған эстрада әндері қаптап барады деп наразы сөйлейді. Радиодан Қалдаяқов сияқты жас композиторлардың әндері жиі шырқалады. Олар міндетті түрде білім алуға тиіс. Комитеттің оркестріндегі бәленің басы да сол. Жастар кәсіби музыканы түсінбей кеткенде сұмдық болады дейді. 1965 жылы композитор әрі музыка зерттеушісі Владимир Месман сол жылғы алғашқы 3 айда Қазақ радио телевизиясынан шыққан бағдарламаларды талқылағанда осыған ұқсас пікір айтқан. Қазір Қалдаяқов пен басқа да сауатсыз музыканттардың шығармалары эфирге шығып жатыр. Олардың шығармаларының басқа музыкалық туындыларға еш қатысы жоқ. Бұл ең артта қалған талғамға арнап жазылған музыка. Мұндай музыка тыңдарманның талғамын бұзады деді. Алайда мемлекеттік мәдениет мекемелері өкілдері Қалдаяқовты сынаған үстіне әндерінің танымалдылығы артып, радиодан жиі шырқала берді. Ол кезде КСРО-да үйде отырып ән тыңдау мүмкіндігі айтарлықтай шектеулі болатын. Жұрт ұнатқан әнін тыңдау үшін радио және телевизия комитетінің музыка редакциясына хат жолдап, әлдебір әнді эфирге қойсын деп өтініп жүретін. Міне, дәл сол 1965 жылы отырыста сол баяғы Месман бір айда шәмші Қалдаяқовтың әндерін 13 рет естідім дейді. Жиынға қатысқан тағы бір адам Жолдас Панкратова жас композитордың танымалдылығы сөзсіз артып бара жатқанын мойындай тұра, онысын советтік номенклатураға тән тілмен жеткізеді. Оның қара байыр музыкасы құлақтан кіріп, есінде қалады. Жақсы музыка аз болса, Қалдаяқовтың әндерін қою туралы өтініш көбейеді. Маған да Қалдаяқовтың әндері ұнайды. Сонда Қалдаяқовты бермесек, кімді береміз? Дейді Панкратова. Қазақстанның совет композиторлары одағына мүше болам деген автордың композиторлық білімі және опера, симфония, балет болуға тиіс. Ережеден тыс жағдайлар өте сирек кездесетін. Солардың бірі композиторлық білімі болмаса да КСРО композиторлар одағына мүшелікке қабылданған Мүслім Магомаев болса керек. Шәмшінің ағасы Көшербай Қалдаяқовтың айтуынша, түрлі алып қашпа әңгімелер композиторға ауыр тиген. Сірә кез келген сезімтал шығармашыл жандай іштей қатты күйзелгенде шығар. Қаншама ән жазып, бірден мойындалмай кетті. Сонда да бізге ештеңе айтпайтын, бәрін ішіне сақтайтын дейді Шәмшінің ағасы Көшербай Қалдаяқов. 1970 жылдары қазақтар республика халқының небәрі 32-6% ғана құрайтын. Сол кезде қазақ музыкасын тыңдау, табу оңай соқпайтын. Ал тыңдармандар табиғатынан шынайы қазақы болғандықтан шәмші әндерін жақсы көрді. Композитордың ұлы Мұхтар Қалдаяқовтың айтуынша, әкесінің шығармашылығының негізі мәдени дәстүрімізді, қазақ әнінің табиғатын жақсы білетінде жатыр. Қазақ аудиториясының жүрегіне жол тапқаны да сол себеп болса керек дейді. Қалдаяқов
1956 жылы Қазақстанның мемлекеттік әнұранына айналған менің Қазақстанның әнін жазды. Бұл нұсқада бұл ән Жаушерттің солтүстік Қазақстанның бір бөлігін Ресейге қосуды ұсынған саясатына қарсылық есебінде туған делінеді. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне наразылар алаңға дәл осы әнді айтып шықты. Ал 2006 жылы Қазақстан Республикасының ресми мемлекеттік әнұранына айналды. Шәмші Қалдаяқ идеологиялық машинаның қатал сынына ұшырап, қорлық көріп, тауы шағылып өткенімен әндері сенімді жол тауып, халық жүрегіне жетті. Жас ұрпақ Шәмші Қалдаяқты ең алдымен әнұранымыздың авторы деп таныса, аға буын өкілі елді әуенмен тербеткен халық композиторы деп біледі. Қазақстанның халық артисі деген ресми атақты өмірінің ақырында ғана алғанымен, Шәмші қай кезде де қазақ әнінің шамшырағы болып келген.